Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін көп адамның сүйікті асына айналған ерекше тағам дайындаймыз. Ол әрине манты. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал бастайық. Бұл мантының бір ерекшелігі қамыры басқаша жасалынады және де өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға електен ұнымызды өткіземіз. Ұнымыз жоғары сорт болғаны дұрыс. Ұнымызды өткізгеннен кейін үстіне сұйық майды құямыз және де мен бұл жерде мұздай су қостым. Оған бір ас қасық тұз салып араластырып аламыз. Ал енді суымызды ұнымыздың үстіне құямыз, бірақ бірден барлығын құйып шықпаңыздар. Аз-аздап құйып, қамырымызды қолмен илейміз және де керегінше суды құйып отырамыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болмау керек, сәл қаттылау болғаны дұрыс. Негізі бұл қамырды илегенге сәл үлкенірек ыдыс алыңыздар. Менің ыдысым сәл кішкентай болып қалды. Енді осылай суды аз-аздап құйып шығамыз. Менде 1 килограмм ұнға 420 миллиграммдай су кетті. Егер де қамыр илеп жатқан ыдысыңыз кішірек болса, осылай дастарханның үстіне төгіп, осылай қолмен илеп шықсаңыздар болады. Және де барлық қамырымызды біріктіруіміз керек. Бұған сәл көбірек уақыт кетеді. Менде бір 10-15 минуттай уақыт кетті. Қамырымды толықтай илеп, қанғанынша. Қамырымыз сәл қаттылау болады. Ол қалыпты жағдай. Осылай қолмен жақсылап тұрып илеп аламыз. Міне біз қамырымызды 10-15 минутта иледік. Біздің қамырымыз бірікті. Осылай қатты дұрыстап біріктіреміз. Енді осыны бетін жауып, салфанның көмегімен 1 сағатқа тындырып қоямыз. Және де әрбір жарты сағат сайын шығарып, тағы 1 рет иін қандыруға болады. Арасына 1-2 рет осылай салфаннан шығарып, тағы 1 рет илеп алып, қайтадан бетін жауып қоямыз. 1-1,5 сағатқа тындырып қоюға болады бетін жауып. Ал енді қамырымыз тынып тұрғанша біз оның салмасын дайындаймыз. Біз осындай асқабақтан жасайтын болдық. Көріп тұрғандарыңызда асқабақ сондай үлкен. Бұндай асқабақтан бірінші рет тамақ жасағалы тұрмын. Сондықтан салмасын негізі өз қалауларыңызша салуға болады. Асқабақты турап, ішіндегі дәндерінен тазалап аламыз және де сыртында ашимыз. Бір жуып алып, оны ұсақтап, көбік етіп турап аламыз. Негізі асқабақтың орнына картоп немесе қырыққабат қоссаңыздар да болады, бірақ асқабақпен ерекше дәмді болып шығады. Осылай асқабақтарымызды кішірейтіп турап аламыз. Әрине пияз қоссамыз, 2-3 пиязды қосып, оны да кішкентай етіп көбіктап турап аламыз. Ыдысымызға пиязымызды, асқабағымызды саламыз және де мен тартылған ет пайдаландым. Егер де тартылған ет болмаса, кәдімгі етті ұсақтап турасаңыздар болады, немесе ет тартқыштың көмегімен осылай тартылған ет жасасаңыздар болады. Тартылған етті саламыз және де үстіне өз қалауларыңызша дәмдеуіштер қосасыздар. Мен бұл жерде тұз, бұрыш және де паприка қостым. Және де сәл сұйық май немесе салқын судан кішкене қосуыңызға болады. Егер де салмасы сондай сочный дейді орысша, сондай болу үшін. Негізі бұл жерде асқабақ қосылған, сондықтан да бәрібірде сондай тәтті болып шығады. Ал енді осы салмасын қолмен араластырып аламыз. Негізі қолмен араластырған өте жақсы болып шығады. Барлық дәмдеуіштер бір-біріне сіңіп, өте дәмді болып шығады. Қасықтан гөрі осылай қолмен араластырған жөн. Енді салмасын дайындап болдық. Енді қамырымызға көшеміз. Қамырымызды алып, оны 2-ге бөлеміз және де әр бөлігін осылай ұзынша етіп турап аламыз. Ұзыншаны турап, осылай қолмен
орап аламыз және де кішкентай бөліктерге бөлеміз. Домалақ етіп 1-20, әрбір қамырымыз 25 граммдай болуы керек. Мен бұл жерде көз мөлшерімен өлшедім. Ал енді мантымызды жасауға кірісеміз. Ол үшін әрбір домаланған қамырымызды оқтаумен жұмсақ жұқалап етіп жайып шығамыз. Және де ішіне салмасын салып, осындай әдемі узорлар жасаймыз. Видеода көрсетілгендей. Ал енді мантварканың табасын майлап, мантымызды салып шығамыз. Арасын қатты жақындатпаңыздар, осылай сәл алшақтатып салып шығамыз. Ал енді мантварканың суын қайнатып, 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Осылай біздің мантымыз дайын болды. Үстіне кез келген өздеріңіздің ұнайтын подлив жасасаңыздар болады. Мен жай ғана сары майды бетіне жағып шықтым және де сәл ғана паприка, қызыл бұрыштан септім. Көріп тұрғандарыңыздай дәмі өте әдемі болып шығады. Түрі де өте керемет. Әрі тойымды, әрі ерекше кешкі ас болды. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.